Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Бүгін үй жағдайында артық қоспасыз керемет дәмді және оңай жасалатын сироптар жасайтын боламыз. Творогтың үстіне бөлме температурасындағы май, сахарный пудра және ванильный сахар қосып, жақсылап блендерлеп аламыз. Егер творогтарыңыз құрақ болатын болса, үстіне кішкене сүт қоссаңыздар болады. Егер сіздерде арнайы форма болмаса, бүгін осы сирокты жасаудың формасыз-ақ екі түрлі жолын көрсететін боламын. Арасына начинка ретінде кез келген зат қосуыңызға болады, варенье немесе шоколадтар. Бірінші жолы осылай пищевая пленканың үстіне жартылай сироктарымызды құйып, арасына начинкамызды салып, үстіне тағы да құйып, конфет сияқты қылып орап шығамыз. Бұл бірінші әдіс малина начинкасымен. Ал енді екінші әдіске келсек, кондитерлік мешоктың ұшын үлкендеу қылып қырып және осылай пышақтың жәрдемімен тегістеп шығамыз. Қазір сіздерге көрсететін боламын, осылай кондитерский мешоктың үстінен басып тұрып істесеңіздер болмайды, осылай жоғары көтеріліп, әдемі болып шығу керек. Енді шоколадты микроволновкада немесе водяной баняда ертіп аламыз, осылай сироктарымызды батырып шығамыз. Менде бұл жерде екі түрлі сироктар, томпақтарының ішінде начинкасы бар, ал арықтарының ішінде ешқандай начинка жоқ, құры творогтың өзі. Дүкеннен біреуін 350-400 теңгеден сатып алғанша, артық қоспасыз өзіңізге сенімді болып жасап, балаларыңызға таза табиғи заттарды ұсыныңыздар. Мен қатар каналым пайдалы, кірсең шыға алмайсың, ютубтан Мадинадан рецепт деп жазып, тіркеліп алуды ұмытпа. Күнделікті жаңадан видеолар салып отырамын, соларды алғашқылардың бірі болып тамашала.